Сәлем достым. Дыбыс үндестігі туралы мұғалімнің түсіндіргенін тағы бір қайталап шығайықшы. Менің уақытым жоқ. Айтпақшы, мультимедиалық сабақ бар емес пе? Содан қарап ал. Мен ол туралы ұмытып кеттіппін ғой. Жандос, мұқият тыңдап көр. Түсінбеген жерің болса, бірнеше рет қайталап көруіңе болады. Рахмет, түсіндім. Мультимедиалық сабақты тыңдап, тапсырмаларды орында. Сөз ішінде ілгерінді ықпалды тап. Дыбыс үндестігі бойынша жасалмаған сөзді жаз. Балалар, сөз бен сөздің арасында, түбір мен қосымшаның арасындағы дыбыстардың бірі-біріне ықпал етуін үндестік заңы деп атаймыз. Үндестік заңы екіге бөлінеді: дыбыс үндестігі және буын үндестігі. Буын үндестігі сөздің ішіндегі дыбыстардың бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке болып келуін айтамыз. Мысалы, әже, инелік, ата, инабат, уақыт деген сөзде бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке болып келеді. Ал сөз бен қосымшаның жігінде немесе түбір мен қосымшаның арасындағы дыбыстардың бір-біріне әсер етуін дыбыс үндестігі немесе ассимиляция деп атаймыз. Ассимиляция латын тілінің асимикаты, яғни ұқсату сөзін білдіретін термин болып саналады.